Қыркүйек айының 8 күні желі қолданушы мұғалім Айнұр Сабыр өз парақшасында былай деп жазды. Ештен кеш жақсы деген бар ғой, мына оқулықтың шыққанына 4 жыл болса да, менің қолыма жаңа тиіп отыр. Қызыма сабағын оқытып отырып байқап қалдым. Білім және ғылым министрлігінің республикалық ғылыми практикалық білім беру мазмұнын сараптау орталығы баланың санасына қиянат жасамайықшы тапсырма сәукелені көрсеткісі келгенмен, оны шетке қойыпты. Тапсырмадағы сәукелені суреттеу мен суреттегі сәукеле бір-біріне ұқсамайды деп білім министрлігінен даулы суретке қатысты өз ойын білдірген. Арада бір күн өткен соң 9 қыркүйек күні республикалық ғылыми практикалық білім мазмұнын сараптау орталығы таяқтың бір ұшы суреттегі жаулық орамалға ғана түскен. Яки оқулықтар хиджаб суреті жүр, бірақ әуелде оқулық әзіреушілер мұны хиджаб емес, жаулық орамалды бейнелеуді көздепті десе, әр оқырман өзінше көріп пайымдайтындықтан оқулықтағы қазақы жаулықтың басқа дүниелерге ұқсатқандар да болған. Осыған орай алғаш шыққан 2017 жылғы оқулықтың нұсқасында аталған сурет алынды деген. Бұл орталықтың пайымдауынша оқулықтар барлық мектептерде жеткізілген сияқты. Кімге сенеміз? Министрге ме, ғылыми практикалық орталыққа ма, әлде жергілікті органдар ма? Олар қашан жазылады? Мына видео 2021 жылы 17 қыркүйек күні түсірілді. Егер де бұны терістеп, фейк ақпарат десе таң қалмаңыздар. Келесі шығарылым мұғалімдердің қағазбастылығына арналмақ. Шынымен мұғалімдерден артық есеп сұрағандар жазаланып жатыр ма? Мұғалімдерден артық қағаздардан қашан құтылады? Бұл туралы келесі видеода айтатын боламыз. Амандықта жүздескенше.